Алло, Алло. сен де әлі ұйықтап жатсың ба? Заказ көп бүгін. Обедке дейін 5 чекен жеткізу керексің. 10 минутта бол. Давай қазір 5 минутта болам, шығып жатырмын. Алло. Сен де қайдасың? Заказдар тездетіп жеткіз, клиенттер асықтырып жатыр. Міне келдім мен уже. Я заработал миллион. Честно, Гарри, 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 я заработал миллион. Ченгі! Ченгі, нахат маман барып бере аласың ба? Мынау сенің почеркің ба? Жоқ, әкем жазған. Әкең сабақ оқымаған ба? Ойнап айтам. Апарып тастаймын ғой. Давай көрсеміз. Осы хаттан кейін көршімнің әкесі коронавирустан көз жұмды. Бұл індет еліміздің медицинасының шын бейнесін ашып берді. Мемлекетіміз дамыған 50 елдің қатарында болғанымен, медицинамыз солардың деңгейіне жетпей тұрғандығын және де ауруханаларда медициналық құрал-жабдықтар мен дәрі-дәрмектердің жетіспеушілігін көрсетті.